Палачи здесь сидят. Палачей, которых надо арестовать и садить. Мы требуем прозрачного расследования. Пусть закрывают всех палачей. Қазақстанды дүр сілкіндірген, алайда 2 жылдан бері нүкте қойылмай келе жатқан резонансты істердің бірі Семейде алтын ұрлады деген айыппен ұсталып, кейін азапталған азаматтардың мәселесі. Арада 2 жылға жуық уақыт өткеннен кейін ғана таяуда сот шешімімен Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен шекара қызметінің қызметкерлері азаптау, ақша бопсалау фактісі бойынша қамауға алынды. Алтын ұрлығы бойынша айыпталғандардың бірінің туысы Құралай Өмірбаева бұл іске қатысты пікірін айтты. Жалпы азаптау, бопсалау фактілері бойынша күш құрылымдарының 5 қызметкеріне айып тағылды. Шекара қызметінің 2 қызметкеріне ақша бопсалады деген айып тағылған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 3 қызметкеріне қатысты азаптау фактісі бойынша іс қозғалды. Олар қамауға алынды, деді Құралай Өмірбаева. Белгілі болғандай, қылмыстық іс бойынша бастапқыда күдікті болып ұсталғандардың азапталғаны сот медицина сараптамаларымен дәлелденген. Айыпталғандардың тағы бір туысы Какимова Анисаның сөзінше ұсталғандар бір-біріне айып тақсын, жала жапсын деген пиғылмен құқық қорғау органдарының өкілдері түрлі айла амалға барған. Ең сорақысы, адам құқығы жайлы тіпті ешкім ойламағанда көрінеді. 2021 жылдың 13 наурызында олар ұшақпен Астанаға жеткізілді. Ұшақта олардың басына қап кигізіп, қолдарын скотчпен байлап, ұрып-соғып қысым көрсете бастаған. Тергеу изоляторына келген кезде оларды Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері дубинкамен және ағаш таяқтарымен ұрып-соғуды жалғастырып, ауыздарына кепетильник тыққан, ұйықтауға рұқсат бермеген, күніне 20 сағат орнында тұруға мәжбүрлеген, бастарын дәретхана тесігіне тығып қорлап, оларды жалаңа шешіндіріп, су шашып, аязды күнде далаға шығарып қойған. Оларға психологиялық және моральдық қысым көрсету арқылы өздеріне де өзгеге де жала жабуға мәжбүрлеген, деді Какимова Аниса. Сондай-ақ оларды өз адвокаттарынан бас тартуға мәжбүрлеп, мемлекеттік қорғаушыларға жүгінуге көндірген. Осылайша әбден азапталған азаматтарға істегенін де, істемегенін де мойындатуға тырысқан, дейді туыстары. Айта кетейік, 2021 жылдың 12 наурызында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Шығыс Қазақстандағы Фиг Алел компаниясынан ұзақ уақыт бойы құрамында алтыны бар шикізатты ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың құрықталғанын хабарлаған еді. Ұсталғандардың ішінде құқық қорғау органдарының сол тұстағы және бұрынғы қызметкерлері болған. Оларға бірқатар қылмыстық бап бойынша, атап айтқанда бопсалау, адам ұрлау, кісі өлтіруге оқталу, экономикалық контрабанда, трансұлттық қылмыстық топ құру және басқару баптары бойынша айып тағылғаны хабарланған еді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі 16 адам ұсталды. Ұстау кезінде олардан ірі көлемде ақшалай қаражат, материалдық құндылықтар мен байланыс құралдары, қылмыс жасалғанын дәлелдейтін заттар табылды. Жедел тергеу ісі жалғасып жатыр, деп ақпарат таратқан еді сол кезде. Бастапқыда бүкіл елге қылмыскерлерді ұстадық деп сүйіншілеген ведомствоның өз әрекеті жаға ұстататын әсте ол кезде ешкім ойламаса керек. Осы сәттен бастап ұсталғандардың туған туыстары олар туралы 1 жылға жуық уақыт ештеңе білмеген. Осы аралықта айғақтардың жоқтығынан іс сотта тоқтап қалған. Туыстарының айтуынша тап осы кезде ұсталғандар адам төзгісіз азапты бастан кешірген. Қорланған азаматтардың жақындары әділдік іздеп Астанадағы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы ғимаратының алдында аязға қарамастан бірнеше рет жиналып пикет өткізген. Мы приехали с Семей областынан, Авай областынан приехали. Мы по своей ходим по инстанциям уже сколько? И почему нас здесь не принимают? Вот скажи, пожалуйста. Еске сала кетейік, жылға жуық уақыт бұрын елде азаптауларға байланысты қылмыстар үшін жазаны күшейтетін заң қабылданды. Бас бостандығынан айырудың ең ұзақ мерзімі 10 жылдан 12 жылға дейін ұзартылды. Азаптау бойынша сотталғандар үшін енді рақымшылық іс мерзімінің ескіруі және тараптардың өкінуі мен татуласуы негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылуына жол жоқ. Қылмыстық қудалау органдары осы санаттағы, яғни азаптау бойынша қылмыстық істерді тергеп тексеру кезінде істі сағызша созып, заңсыздықтарға көз жұма қарап, құқық бұзушылықтарға жол беретін де жасырын емес. Тергеу іс шараларын уақытылы жүргізбеу дәлелдемелердің жоғалуына және дәлелденбегендіктен істердің тоқтатылуына әкеп соғатын көрінеді. Шенделердің өз қызметкерлерінің әрекетін бүркемелеп, дәлелдерді жасыруы, жалған корпоративті ынтымақтастық шындықты анықтауға кедергі келтіретін жағдайлар да кездесіп жатады. Тәжірибе көрсеткендей, заңсыз әрекеттер камералармен қамтылмаған бейне бақылау органдарында немесе олар жұмыс істемейтін жерлерде жасалады. Алдын алу шараларымен біз осындай факторларды жоюымыз керек.
Прокуратура өкілінің сөзінше осындай азаптауларға мүмкіндік туғызатын барлық құқық қорғау және арнайы органдарда түзеу мекемелерінде көрінбейтін аймақтарды жою және толықтай бейнебақылау жүйелерін енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айта кету керек, осыған дейін ұсталғандардың туыстары Әсем Тезекбаева, Құралай Өмірбаева, Әниса Кәкімова, Алтынай Әбеуова мемлекет басшысынан да көмек сұрап әділдік талап ететінін жеткізген. Қоғамдық резонанспен журналистердің араласуынан соң іс жылжып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5 қызметкері қамауға алынған. Жиналғандар ендігі кезекте соттың әділ өтіп, азаптау, ақша бопсалау фактісі бойынша кінәлілердің жазалануын талап етіп отыр. Сондай-ақ, заң бойынша қол астындағылары істі болған жағдайда басшы да қызметтен кетуі тиіс екенін еске салады. Осы талаппен ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық аппаратына келгенде, азаматтарға қазір сіздерді қабылдаймыз деп есіктерін тас жауып алған. Келген азаматтардан қорқытты ма, тіпті жұмыс орнына кірмек болған өз қызметкерлерін ғимаратқа жолатпай қойған. Меня-то запусти. Не понял, не слышу вас. Поближе подойдите. Запусти меня-то, говорю. Олардың мен осы жерде істеймін, есікті аш деген уәждері өтпей, қызметтік куәліктерін көрсетсе де кіре алмай, абдырап қалғаны ғимарат ішінде отырғандардың жағдайынан хабар берсе керек. Бірнеше рет кіруге оқталып, ақыры ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері де айналып кетуге мәжбүр болды. Десе де азапталғандардың туыстары әрі қарай да әділдікті талап етеміз. Кінәлілердің барлығы жауапқа тартылуы тиіс деп күресті жалғастыруға дайын отыр.